Ассалаумағалейкум. Қазақстан халқына жазып атқаным. Мен Шыңғысбеков Бақытжан Қуатбайұлы. Қанды қаңтар кезінде Қуатбаев Нұрсұлтан Бақытжанұлының қаза болған ұлдың әкесімін, Тараз қаласынан. Мен үндеу жазып атқаным. Думан бауырымызға қолдау көрсеткім келеді. Себебі Думан бауырымды айта кетер болсам, осы қанды қаңтарда ұлдарымыз қаза болғанда шырылдап, біз не істерімізді білмей шырылдап, қайда кімге мұңымызды айтарымызды білмей жүргенде Думан бауырымыз талай келіп көмегін берген етін. Жеткізерімізді, қалай жеткізерімізді, үкімет басшысына қалай жеткіземіз үндеуімізді дегенде Думан бауырымыз көмектескен. Ашы болса да шындық мәселелерді, шындықтың беті ашылу үшін жүрген тек батыр бауырымыз. Тек батыр бауырым деп айта аламын. Мен нақты айта аламын оны. Ал енді мына үкімет басшыларына айтарым. Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы, сіз Думаннан қолыңыз тартыңыз. Ол Думан бауырымыз бұл жерде ешқандай құқық бұзған жоқ, ешқандай қарсы шыққан жоқ. Тек шындықты жазып жүрген бауырым шырылдап. Әр қазақтың баласы менің балам, әр қазақтың бауыры менің бауырым деп жүрген қазақтың батыр ұлы. Сіздер батыр ауырларымыздың бәрін шеттерінен жау батырсыздар, қыры батырсыздар, бірақ жетер, осымен доғарыңыздар. Мен тағы да айтам, қанды қаңтарда қаза болған баланың әкесімін. Менің де шыны керек, еш уақытта осы өмірде мен ешкімнен, үкіметке қарсы шыққан емеспін. Үкімет не саясат дегенді мен білмейдім. Бірақ қазіргі таңда менің міне балам, ұлым қаза болғалы бері мен көзім ашылды. Таза көріп отырмын. Батырларымыздың бәрін ауыздарын жабу үшін, сол кезде шындық айтқан адамның бәрін қамап, қинап, артынан адам салып, қорқытып, үй ішімен, семьясымен қорқытуды талай боп салады. Менің өзімнің де басымнан өтті ол. Талай екінші ұлыңды абайла, екінші ұлың өліп қалуы мүмкін. Бәке, абайла, қалтаңа наркотик саламыз деген күндерде болған. Талай қинап, талай үйдің жанында 4-5 машинамен тұрып аңдыған күндерде болған. Жетер, қойыңыздар, ондай нәрсе болмайды. Қазақтарды уже қазақ ұлтын қанап бара жатырсыздар. Доғарыңыздар. Думанды босатыңыздар. Талап етеміз, босатыңыздар. Думанның ешқандай кінәсі жоқ. Бекерден бекерге кінә артып, қазақтардың батыр ұлдарын жауып жатсыздар, болмайды. Әлі де естеріңізді жиып, жоғарыда отқан билікке айтып отырмын. Естеріңізді жиып тоқтатыңыздар, доғарыңыздар. Қаңтарды да, желтоқсанды да қазақ халқын қанап бара жатырсыздар. Ойланыңыздар. Ертең күні не болады? Біздің елімізді, жерімізді қорғайтын балдарымыздан айырып бара жатсыздар. Елім, жерім деп таза қазақтың батыр ұлдарын сіздер өздеріңіз жауып жатырсыздар. Сіздерге не керек осы? Мен түсіне алмадым. Бұның түбінде не жатыр? Жылы креслоларыңыздар отырсыздар ма? Отыра беріңіздер. Бірақ халықты қанауға болмайды. Жетер. Доғарыңыздар. Думанды бостандыққа шығарыңыздар. Айтарым осы. Тағы да қанды қаңтар көтеріліп кетпесін десеңіздер, доғарыңыздар.